Қайырлы күн баршаға. Бүгін ет асудың өте дәмді етіп пісірудің жолын айтатын боламын. Бүгін балаларым менің ет жегісі келді. Өте дәмді етіп пісіріп бердім. Видеоны соңына дейін қарамас бұрын менің каналыма жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Алдымен бізге осындай омыртқа болсын, жілік сүйек болсын, бір сүйек қажет, және де ет саламыз. Бетін жауып, қайнағанын мұқият қарап тұратын боламыз. Қайнап шыққан соң міне мен лавр жапырағы және де картоп сәбіз салып, баяу отта 3-4 сағат қайнаттым. Ал қамырын илейміз. Енді бізге 120-125 грамм суға, салқын суға, жарты шай қасық тұз, бір жұмыртқа және де бір ас қасық сұйық май салдым. Дәл осылай жасасаңыздар, қамырыңыз өте дәмді болып шығады. Және де орташа жұмсақтықта дәл осылай илеп, тындырып 15 минутқа қойып қоямыз. Мен тек балаларыммен жететіндей қылып жасадым. Егер сіздер отбасыларыңызда көбірек болсаңыздар, дәл осыны 2 есе етіп, 3 есе етіп жасайсыздар. Міндетті түрде, бірақ өлшеммен жасаңыздар. Сонда өте дәмді болып шығады. Міне осылай қалыңдықта жайып алдым. Енді тұздығын жасамақшымын. Міне пияздың үстіне бұрыш салып, қара бұрыш шамалап, көп те емес, аз да емес, үстіне сорпаның майын қосып, бір 2-3 минуттай қайнатып алдым. Етіміз пісті, барлығын сүзіп алып, біздің қамырымызды осы сорпаға пісіретін боламыз. Өте дәмді болып шығады. Дәл осылай қамырды илеп, етті жұмсақ қылып пісірсеңіздер. Міне қамырымыз шамамен 3 минуттай қайнады. Үстіне салқын су құйып, бір кеседей сүзіп алдық. Енді осының үстіне алдымен сорпасын құйып, жақсылап қамырды қозғап, бірігіп қалмау үшін қозғап шығамыз. Және де картоп сәбізімізді бетіне қойып, етімізді турап қойып шығамыз. Өте дәмді болып шықты. Міндетті түрде етті кемінде 3 сағат, 4 сағат пісіріңіздер. Сонда өте жұмсақ, дәмді болып шығады. Міне біздің қамырымыз езілмей, бүтін-бүтіндей болып шықты. Өте дәмді болып шықты. Сорпасын бұрыш, айран қосып тартсаңыздар болады. Сіздермен болған әйгерім. Менің каналыма міндетті түрде жазылып, қазақша YouTube каналдың дамуына үлес қосуларыңызды сұраймын. Қош сау болыңыздар.